Қайырлы күн, бүгін сіздерге қатпарлы қамырдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, мұздай суға 2 шай қасық тұзымыз салып жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Осылай ұнның үстінен аз-аздан құйып отырып, қамырымызды жақсылап үйін қандырып илеп аламыз. Қамырды қатты или жұмсақ етіп қоймаңыздар, орташа масса болу керек. Осы иленген қамырымызды әбден жақсылап үйін қандырып илеп, 10-15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Бір 10-15 минут өткеннен кейін қамырымызды аламыз да тағы да бір илеп қоямыз. Қамырымыздың үйі қанса эластичный болып, жайылуы да, қатпары да әдемі болып шығады. Тағы да 10 минутқа 5 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Мен қолдың сармайына азғанай сұйық май араластырып дайындап қойдым, ертіп. Енді қамырымызды осылай шетінен барынша жұқа етіп қамыр жаямыз. Жайылып болған қамырымызға ертілген майымызды үстінен жұқалап жағып дайындап қоямыз. Мен 2 зуала қамырды жайдым, енді осының үстіне екіншісін жаятын боламын. Мына осылай екінші қамырымды үстінен жайып, оған да май жағып шықтым. Туда видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, өздеріңізге де жеңіл болады. Майды қалыңдау етіп жақ жібермеңіздер, барынша жұқа жағыңыздар. Өйткені майы сыртына шығып кетеді, бірікпей қалады. Майымызды жақ болған соң осылай бөліктерге бөліп кесіп алып, біртіндеп орайтын боламыз. Осылай бәрін орап, күлшелеп дайындап қойдым. Холодильникке бір жарты сағатқа қойып қойсаңыздар, әдемі майы сіңіп тұрады. Жаюға да әдемі болады. Осылай жайып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Негізі әсел пешке де пісіріп алуға күшті болады. Ол үшін сәл қалыңдау етіп жаясыздар.
екі жағын осылай аударып кезектен пісіріп аламыз. Мінекей қатпарлы қамырымыз қаттамамыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.